Сәлем, баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте керемет медовик тортын пісіреміз. Ыдысымызға ең әуелі 4 жұмыртқамызды жарып саламыз. Үстіне шекерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластыру міндетті. Қанты еру қажет. Міне дайын болды. Енді бөлек ыдысымызға 3 ас қасық бал саламыз. Менде балым таза бал. Дүкеннің балын қолдансаңыздар да болады. Енді үстіне шай қасықпен толтырып сода саламыз. Отымызды жай қойып, араластырып тұрамыз. Отымыздан алғанға дейін араластырып тұрамыз. Қызыл қоңыр түске енгенге дейін отта ұстаймыз. Жақсылап араластырып тұрамыз. Міне дайын болды. Үстіне енді маргаринімізді салып, ыстық күйінде маргаринімізді салып, жақсылап қозғаймыз. Маргариніміз ішінде өзі еритін болады. Жақсылап араластырып, міне майымыз өзі еріп жатыр. Енді алдыңғы қоспамызға аз-аздан құйып араластырамыз. Өйткені жұмыртқамыз пісіп кетпеу керек. Енді үстіне ұнымызды салып, қамыр жасаймыз. Жақсылап қамыр елеп аламыз. Ұн салған кезде сұйық болып қалатын болса, үстіне қоспамызға ұн қосамыз. Міне қамырымыз дайын болды. Енді мен таразыға өлшеп, кіші бөліктен 180 грамм қылып өлшедім. 180 граммнан болу керек.
Міне. Менде 6 штук шықты. Енді пергамент қағазымызды төсеп, бұқтаумен үстіне домалақ етіп жайып аламыз. Әр бөлікті жайып, дәл осылай дайындап аламыз. Міне, дайын болды. Міне, өстіп вилкамен бөліп арасына шаншып шығамыз. Міне, пісіріп болдым. Піскен дайын корждарымызды кольцомен есіп біркелкі қылып барлығын бөліп аламыз. Бөлінген қалдықтарын мен жинап барлығын ыдысқа салып, мен майдалап крошка етіп алдым. Міне, ыдысқа салып, мен майдалаймын қазір. Міне, өте майда болып шықты. Енді біз кремге сливки 33%-тік 200 грамм құйып ыдысымызға. Оның үстіне сахарный пудраны саламыз, қант ұнтағы. Миксерлеп аламыз. Бастапқыда жай миксерлейміз. Кейін жаймен төменетіп өшіріп аламыз. Миксерлеген кезінде біздің креміміз дайын болғанын білу үшін қаймақ ұсап қоюлана бастайды. Сол кезде біз миксерден өшіріп аламыз. Егерде тым көп миксерлеп жіберсеңіз, біздің креміміз ерген май ұқсап қалады. Міне, дайын болды. Енді корждарымызды біріктіріп шығамыз. Коржымызға 2 ас қасық кремімізді салып, біркелкі етіп жағып, сосын үстіне екінші коржымызды салып, кремімізді жағып, дәл осылай қайталап коржымызды, кремімізді қойып шығып, үстіне крошкамызды себеміз. Жақсылап крошкаларымызды сеуіп боламыз. Сонымен біздің медовик тортымыз дайын. Міне, дайын болды. Өте жұмсақ, өте дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі тіл үйіріп, керемет болып шығады. Менің каналыма сәттілік тілеп, лайк басып қойыңыздар.